Ömrümüzü sayılı oldu. Бүкіл Алматы білмесе де 3%, 5% білгеннің өзі Алматы кішкентай қала емес. Мен ауырмайтын адам біреу едім мен. Мен ойлайтын өмір ауырмайтын шығар. Уколдан қорқатын адам біреу, таблетка деген өмір ішіп көрмейтін еді. Осы 2010 жыл менде аппендицитен басталды осы ауру. Содан кейін 2014 жыл инфаркт алып қалдым. Повторный инфаркт кеше августта алып қалдым. Сонымен 10 күн жатуым керек еді. Сол қарап жатып, просто обидно адамға да бір нәрсе ізденесің. Неге мен ауырамын? Не үшін мен ауырамын? Осылай ізденесің, бір обидно. Апарып мен жаңағы сол менің больницасына жатқызса бола ма? Ылғи жаңағы бүйтіп қалған кемпірлермен шағылдап, 200 мыңда не бар, 250 мыңда не бар, жылына 2 рет келіп емделіп жатады. Ал мен только ауырып барып жұмсам, ең жасы мен екенмін. Жасым 55-те болса, ылғи 80-дегі, 78-дегі шалдар мен кемпірлердің арасында. Содан кейін мен іздендім. Интернетте қарап жатып, солай. Соң балдызым Лена бүгін келе алмай қалды. Сол интернеттен қарап жатып, кеңес деді, сен мынаны қарап көрші. Сөйтсем, Айгүл Газезоваға шықты. Айгүлге звондадым, жаздым астына. Сәлем. Обратно сәлем. Үн жоқ. Я думаю, уже мне сейчас начнет интриговать туда-сюда. Жоқ. Не болды деді. Сол мен сондай болдым. Онда мен 26 күні келем. 26 күні кел деді онда. Презентация. Алматы 26 күні келді, августтың. Содан бері танысымыз осы Айгүлдің арқасында осы жерге келді. Бүгін Құдайға шүкір, кеше инфаркт болмағанға ұқсамаймын. Бүгін Таразға кеше пойызға отырмай, именно жол машинамен келіп, таңғы сағат 4:30-да гостиницаға бардым, таңғы сағат 8-де тұрып алдым. Ұйқымда қанып, шаршауымда жоқ, бұрынға ентігуім де жоқ. Құдайға шүкір осы ерліктің арқасында. Бір ай болды шықпейді. Бәріңізді шақырамын, көмегі бар, өтірік емес.